Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін жаңа жылдық дастарханға арналған шпрот қосылған шырша салатын дайындаймыз. Алдымен ақ нанды 4 бұрышты етіп кесіп, 15 минутқа қызарғанша пешке жібереміз, немесе дайын қытырлақтарды пайдалансаңыз болады. Піскен жұмыртқаны ұсақ үккіштен өткіземіз. Қиярды дөңгелек етіп тураймыз, немесе үккіштен өткізіп алсаңыз болады. Енді үлкен тарелка алып, майонездің көмегімен шыршамызды салып аламыз. Қытырлақтарды шыршаның көлемімен тарелкаға қойып шығамыз. Қытырлақ тез жұмсарып кетпес үшін үстіне майонез жақпай, бірден балқытылған ірімшікті үккіштен өткіземіз. Балқытылған ірімшік үккіштен жақсы өткізілу үшін алдын ала мұздатқышқа салып алыңыз. Ірімшіктің үстіне майонез жағамыз, оның үстіне жұмыртқа себеміз. Жұмыртқадан соң тағы да майонез, одан кейін шпротты ортасынан ашып, майонездің үстіне саламыз. Шпроттан кейін тағы да майонез жағып, үстіне қиярды қойып шығамыз. Қиярды қою барысында шыршаның формасын толықтай шығарамыз. Егерде қиярдың артық жерлері болса, кесіп алып тастаңыз. Енді тарелканы жақсылап сүртіп алып, шыршамызды аскөктің көмегімен безендіреміз. Қандай жаңа жылдық шырша ойыншықсыз болады? Әрине ешқандай. Сол себепті өзіңіз қалаған көкөністерді алып, шыршамызды әсемдейміз. Шыршаны әсемдеу үшін қызанақ, ірімшік және қара зәйтүнді пайдаландым. Осымен жаңа жылдық дастарханға арналған шыршамыз дайын. Салат өте дәмді әрі ерекше болады. Ал шпроттың арқасында аскөктің көптігі білінбей кетеді. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.